Оралхан Бөкей, апамның астауы. Апам Алтайдың арғы бетіндегі Керей елінің қызы. Әкесі асабай болған, текті тұқымның тұяғы. Апам еркелеп өскен жалғыз қызы. 15-ке толған соң, іргелес байдың ұлына жасауын беріп, сынсыта ұзатқан екен. Өз заманның аса көрікті қызы, әрі 10 саусағы өнер. Апам босаға көрген бірер жылындақ, маңғаз, инабатты, пысық келін атанады. Содан бір күні екі кештің арасында басқа ауылдан сый қонақтар келіп, тай сойып, тай қазан ет асып жатқан шақта, жер ошақтағы отты үрлей берем дегенде, апамның шылауышына шала тиіп, лап етіп жанады. Тыртыстыра тар киген, екі жақтауы зерленген кимешек шылауыш шешілмей, бет аузы түгел күйіп қалған екен. Күйеуі де ізгілікті жақсы жігіт болған. Алтай емдетіп, шыбын жанын аман алып қалыпты. Келіншегім жарымжан болып қалды деп кезептенбей, тату тәтті өмір сүріпті. Алайда, бір жылдан соң өзі дүниеден қайтып, жесір қалған апам төркініне оралған. Осы шақта Алтайдың теріскей бетіндегі Әбдікәрім болыстың биі атанған шақ жоқ шешен жігіт, біздің атамыз достың қатыны өліп, қыз таңдап, бұландап, қыр қыдырып, жер сыдырып жүрген. Әрі сері, әрі атақты, салт басты, сабау қамшылы жігітке тиеміз деп, бүкіл Қаратай елі қыздары қырылып қала жаздапты. Бірақ біздің атамыз бірде біреуін менсінбеген. Сол менсінбеген қалпы, ауылдағының аузы сасық дегендей, Алтайдың асы барғы беттегі Керейден жартандайды. Күйеуі өліп, бет аузын күйік шалған апамды көріп, атының артына мінгістіріп, бірақ түнде алып қашып кеткен. Дос келіншек әкеле жатыр. Қырмызыдай құлпырған бізді көзіне ілмеп еді, Керейден алған қызы ай мен күндей сұлу шығар, көрелік. Деп алдынан шықса, ерні салпиған тыртық біреу екен. Тамам қыз бетін шымшып күліпті. Сонда атамыз айтыпты: «Ей, Қаратайдың қатын қыздары, неменеге жетісіп күлесіңдер? Менің келіншегім, елінің қыздары мынау ма? Деп сендерге ернін шығарып отыр», деп сөз тауып кеткен екен марқұм. Темір пеште маздай жанған отқа талтая қыстырынып, ала көлеңке ағаш үйде апамның тізесіне басымызды қойып, мұрнымыз пысылдап ұйықтап қалушы едік. Қашан өзіміз оянғанша, тырп етпей ұйқымызды күзетіп отыра берер еді жарықтық. Апамның қайсы бір мықтылығын айтып таусайын, дегенмен бір-екеуін сіздерге әңгімелеп бермекпін. Әкем ынтымақ колхозының сиыр фермасында бастық болатын. Ауылдан 10 шақырым Қаражар деп аталатын фермада тұрады. Шешем сиыр сауады. Бұл қыс мекендері. Ал жаз шыға жайлауға көшіп кететін. Жаздың жайма шуақ бір күнінде үйге сиыршы шал Жүніс келеді. Тауға көшкенде аяғы құрттап, жүре алмай қалған қарабас қойды қозысымен жұртқа қалдырып кетіпті. Бір лажын тауып соны жеткізіп алсын. Содан соң қара жерге егілген картошканың арам шөбін жұлып, суарып, қопсытып түптесін деген хабар айтыпты. Таңертең апам екеуміз жаяу жолға шықтық. Күн ала бұлтты болғанмен, қапырық ыстық еді. Біз қара жердегі шілікке салған картошка алқабына жеткенде күн түске айналған. Бағанағы шайдай ашық аспанды қара ғұмыр бұлт торлап, әп сәтте күннің көзі көрінбей қалды. Мен шөбін отап, апам түптеп, лезде бітіріп тастадық. Біздің осы жұмысты аяқтауымызды күтіп тұрғандай, әлгінде ғана тас төбеге ілінген қара бұлттан бауырсақтай бұршақ төпелей жөнелді. Апам ұстарамен күні кеше ғана жылтыратып алып тастаған тақыр басымды ұрғылағанда, тулаққа тиген сабаудай тарсылдақ үн шығады.
Апам желеткесін шешіп басыма жапты. Ала жаздай сиыр фермасының күзетіне қалатын Қашыбай деген шал отыратын қыстаққа қарай безектеп келеміз. Жалғыз үйлі шалдың өмір тарихы жеке бір кітаптың жүгі. Жарты ғасыр 9 жолдың торабында жылжымай мекен етіп келе жатқан ақсақалдың бар ермегі ары өткен, бері өткен жүргіншінің пикет жайы болу. Үйіне түнетіп, жол нұсқау болатын. Апам екеуміз осы үйдің табалдырығынан аттай бергенде, әзірде ғана төбеден төпелеп тұрған бұршақ сап болды да шығысқа қарай Қарақұрым көшіп бара жатқан. Қашыбай төр алдында дамбалшан, ерігіңкіреп, бәйбішесі Мәмәтайды түрткілеп ойнап отыр екен. Біз кіргенде кәдімгідей құтындап, қуанып қалды. Зерігі де білем, 70-ке жақындап қалса да, дені сау, қапшағай шапшан, саңқылдап сөйлейтін қағылез адам екен. Кеспірінен айналдым, кеспірінен, деді апама. Судан шыққан су тұшқан секілдісің ғой, төрлет, төрлет. Сақалы тұштандап, өзі төмен ысырыла берді. Мені қойшы, сен екеуміз тоқпақтаса да өлеміз бе? Балам тоңып кетті, деді. Апам менің басыма жапқан желеткесінің суын сығып. Ұлынды мен ақ киізге орап тастайын. Шешесінің құрсағында жатқандай рақаттанып босансын деп, Қашыбай отырған орнынан қарғып тұрып, ірге тұста керіскедей жиналып тұрған жүктен аппақ киізді суырып алды. Кел балам, орап тастайын, шеш үстіндегі қомшанды. Мені тыр жалана шешіндіріп, киізге тұмшалап бөліп тастады. Әрі-бері мұрныма қой жүнінің шуашы келіп, маужырап, көзім бақырайып жаттым да, бойым жылынған соң ұйықтап кетіппін. Оянғанымда апамдар шай ішіп отыр екен. Қашыбай бізге ат арбасын бермеді. Тақыс шал, тоғайда жиып қойған отыным бар еді, соған асығып барам деген соң, апам шындап ренжеді білем. Кішкентай қозыны маған көтерді де, өзі тобан аяқ болып баса алмай жатқан зіңгіттей саулықты арқасына бір-ақ салды. Алдыңғы екі сирағынан ұстап, жас балаша арқалап алды да, кеттік ұлым, деді маған. Мен ол кісінің артынан қозымды құшақтап, бүлкек-бүлкек еріп келемін. 10 шақырым қашықтықтағы ауылға апам 5-6 рет дем алып етіп-ақ келді. Сонда менің көз алдымда қалғаны, апамның көк жайсан шалғынды қақ жарып, менің алдымда батар күнді бетке алып қасқая тартып бара жатқаны. Қасқая тартып бара жатып, арқасындағы саулықты былқ еткізіп тастай беріп, тоғай ішіндегі қара суға барып дәрет алғаны. Содан соң батар күнге бет беріп намаз оқығаны. Намаз оқып, көк шалғынға бір жығылып, бір тұрып, қып-қызыл күн нұрымен шағылысқан Қайран апам осы қалпында қара жерге, туған жерге табынғандай еді. Енесіне тартқан қарабас қозыны құшақтап отырып мен, апамның дүние жүзіндегі ең күшті адам екеніне күмәнім қалмаған. Біз үйге жеткенде жолда ешкілерді айдай келдік. 2 сиырды бұзауы еміп тұр екен. Ал ағаш үйдің есігі шалқасынан ашық. Маса буып толып алған, әпкелерім тұлыпқа оранып ұйықтап жатыр. Апам оларға ұрысқан да, тіпті ұйқысынан бұзып оятқан да жоқ. Бүкіл шаруаны өзі тындырып, тек кешкі асқа ғана шақырды. Апам мен.